The past simple tense. Жалпы өткен шақ. The past simple tense іс-әрекеттің бұрын болғанын, осы кезбен байланыссыз сөйлеу кезіне қатысты екендігін көрсетеді. The past simple tense өткен шақта бірінен соң бір болған іс-әрекеттерді білдіреді. The past simple tense келесі мезгіл істеулер мен сөз тіркестерімен қолданылады. Yesterday morning, кеше таңертең. Yesterday, кеше. The day before yesterday, бүрсі күні. A week ago, өткен аптада. Last year, өткен жылы. In 1998, 1998 жылы. Ағылшын тілінде етістіктерді өткен шақта екіге бөлуге болады. Дұрыс етістіктер regular verbs, бұрыс етістіктер irregular verbs. Дұрыс етістіктердің мысалдарын қарастырайық. To finish, finished. To look, looked. To study, studied. To watch, watched. To play, played. Бұрыс етістіктердің мысалдарын қарастырайық. To see, saw. To go, went. To write, wrote. To forget, forgot. To take, took. Дұрыс етістіктің екінші және үшінші формасында етістікке ed жұрнағы жалғанады. Last week she played tennis. Бұрыс етістіктердің екінші және үшінші формасы сөздегі дауыстылардың алмасуы, сөздің түбегейлі өзгеру арқылы жасалады. Бұл етістіктерді бұрыс етістіктердің кестесінде табуға болады. Yesterday he came to school by bus. Болымды түрі affirmative form. Болымды сөйлемдегі етістіктің жіктелу кестесін қарастырайық. I played, I wrote. You played, you wrote. He played, he wrote. She played, she wrote. It played, it wrote. We played, we wrote. You played, you wrote. They played, they wrote. Өткен шақтың болымсыз түрі көмекші етістік did, not демеулік және етістіктің инфинитив түрі to демеулігінсіз арқылы жасалады. Бастауыш subject, did not қысқаша түрі didn't және етістіктің бірінші формасы. Yesterday she didn't wait for us. The bus didn't stop on the corner. Болымсыз түрі negative form. Болымсыз сөйлемдегі етістіктің жіктелу кестесін қарастырайық. I didn't play, I didn't write. You didn't play, you didn't write. He didn't play, he didn't write. She didn't play, she didn't write. It didn't play, it didn't write. We didn't play, we didn't write. You didn't play, you didn't write. They didn't play, they didn't write. Өткен шақтың сұраулы түрі көмекші етістік did арқылы жасалады. Көмекші етістік did бастауыштың алдында тұрады. Ал бастауыштан соң негізгі етістік инфинитив түрінде to демеулігінсіз қолданылады. Көмекші етістік did, бастауыш subject және етістіктің бірінші формасы. Did you eat lunch in the cafeteria yesterday? Қысқаша жауаптары болымды түрде. Yes, I did. Болымсыз түрде. No, I didn't. Сұраулы түрі interrogative form. Сұраулы сөйлемдегі етістіктің жіктелу кестесін қарастырайық. Did I play? Did I write? Did you play? Did I write? Did he play? Did he write? Did she play? Did she write? Did it play? Did it write? Did we play? Did we write? Did you play? Did you write? Did they play? Did they write? Арнайы сұрақтар special questions. Арнайы сұрақтар сұраулы сөздер when, where, why, how арқылы жасалады. Бұл сөздер did көмекші етістіктің алдына шығады. Сұраулы сөздер
when, where, why, how, көмекші етістік did, бастауыш subject және етістіктің бірінші формасы. Арнайы сұрақтардың мысалдарын қарастырайық. Where did they go on holiday last year? Last year they went to England on holiday. When did they go to England on holiday? Last year they went to England on holiday. Why did they go to England last year? Last year they went to England on holiday. What did he watch yesterday evening? He watched television yesterday evening. When did he watch television? He watched television yesterday evening. Бастауышқа қойылатын сұрақ who, did көмекші етістіксіз жасалады. Арнайы сұрақ who, етістіктің екінші формасы және толықтауыш object. Who visited Rome last year? My parents visited Rome last year. Who wrote a letter? Mary wrote a letter.